Құрметті тыңдармандар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Шағын ауыл, үйдің үлкенімін. Менен кейін жалғыз інім бар. Әке-шешем жетім жандар, әрі өте момын. Ауылдық жерден үй бергендіктен ауылда тұрып жатыр. Есік алдында шағын бау-бақша орналасқан. Сол бақшаның жемістерімен күн көрдік. Әкем ауыл әкімшіліктің ауласын сыпырып жұмыс жасайды. Әкем де, шешем де момы болғаны соншалықты мүлдем сөйлемейтін. Бәлкім жаратылыстары солай. Отбасы болып тамақтансақ та, мүлгіленген тыныштық. Тек қасықтар мен кесенің шырылдап шыққан шайдың дыбысы ғана естіледі. Мен де, інім де әке-шешеміз сияқты көп сөйлемейтін тыныш бала болдық. Анам ақ сары келген, орыс ұлтына ұқсайды. Әкем де сондай, көздері көк түсті. Десе де қазақша тілде сөйлейді. Көршілермен анау айтқандай араласпаймыз. Біз де бала болып, көршімен ойнап көрмеппіз. Бұлай айтқанда үй күшікпіз. Солай күндеріміз өтіп жатты. Арада жылдар өтіп, мен бой жеттім. Өте тұйықпын. Ешкіммен араласпайтын, достарым тек кітаптар болатын. Мектепті жақсы бітіріп, қалаған оқуыма грантпен түстім. Аты жер жарып тұрған Алматы қаласы. Бұл қалаға алғаш аяқ басқанда өзімді сондай ерекше сезіндім. Оқу оқып, мұғалім болып, осы қалада мәңгі тұрамын деген сезім болғаны рас. Бірақ махаббат деген бәрін құртады екен. Оқудың 3-ші курсына оқуымды үздік оқып жүрген мен алғашқы махаббатымды жолықтырдым. Ешкіммен араласпайтын мен жатақханада бір қызбен құрбы болдым. Ол қыз тым көңілді, әзілкеш еді. Жыланды інінен шығаратын өте сөзшең еді. Қара қыз болса да сөйлеген сөздері қылықты еді. 3-ші курста бір жатақханада жатып, сонан ол қыз менімен құрбы болды. Менің сыртқы түрім орыстың сары қызына ұқсаймын. Әкеме тартқан көк түсті көздерім, анама тартқан сары түсті шашым қазаққа мүлдем ұқсамайды екенмін. Құрбым сол маған қарап қатты қызғады. Шашыңның түсі қатты ұнайды. Туф, сен сияқты болғанымда ғой. Барби сияқты жүрер едім, деп әзіл қалжың аралас айтады. Ол менің киген киімдерімді ұнатпайды. Қызау, әп-әдемі сұлусың. Не мынау киген киімің? Давайте, стипендия түскенде барахолкада мынау іске киімдер аламыз деп ескертіп қойды. Құрбымның арқасында біраз өзгеріп, адамдармен араласа бастадым. Киген киімдерімді өзгеріп, гүлдей құлпырып жүрдім. Бірде сол құрбым қоярда қоймай, студенттер жиналған көңілді кешке ертіп барды. Сол кеш өмірімді түбегейлі өзгертті. Бір жігіт биге шақырды. Бір көргеннен ол жігіттің сондай сыпайылығы, мұнтаздай киінгені қатты ұнап қалды. Бірақ ол жай алдамшы бейнесі екен. Сол биде ол жігіт қарындас, сондай сүйкімдісіз, мені өзіңе жіпсіз байлап қоядың. Қандай сиқырда бар едің, деп жымиып, өзіне еріксіз баурады. Күлгені де сондай тартымды. Осы уақыт бойы ешқандай жігітке бұлай тамсанып көрмеген едім. Ол жігіт сол күні сөз айтып, мен келісіп бір апта сөйлесіп жүргенде алып қашты. Басында жылап көнбеген маған, жаным, сені сүйіп қалдым, сені ешкімге қимаймын, сенен айырылып қаламын деп ертерек жарым еткім келді. Егер мені сүймейтін болсаң, дәл қазір айт, сенсіз өмір сүре алмайды екенмін. Жігітің мынадай сөздерінен соң еш ойланбастан келістім. Негізі жігітім өте сөзшең, өтірікті де шындай қылып айтады. Келін болып аяқ басқанда қуанған ешкімді көрмедім. Енемнің қабағы қатулы еді. Ұлына қарап, жексұрын, тағы бір жүйке баста келдің бе, дегенде менің төбемнен суық су құйып жібергендей. Теріс бұрылып қайта шығуға ұмтылғанда, жігітім құшақтап алып, өлердегі сөзін айтып жатты. Бұрын үйленген екен, жақында ғана ажырасқан. Бұрынғы әйелін жамандап, өзі жақсы еркек ретінде көрсетіп, әйтеуір мені көндірді.
Махаббатқа мас болған мен бәріне көндім. Тіпті ата-енем жақтырмаса да сол үйде қалдым. Көнгіш болғаным соншалық, енем біреудің киілген, сарғайып кеткен ақ көйлегін әкеп, айналайын, кисең де кимесең де осыдан артық көйлек жоқ, саған жаңадан алып беретін ақша да жоқ деп, кешегі қабағы әлі де қатулы. Өзімді сонша қорлағанына іште езіліп жылап алдым. Нартай, күйеуім болса, сөздерімен алдап, жұбатып әлек. Тойым жетіп қыздың тойындай өтті. Ата-анам қарызданып, жасауымды ұялмайтындай етіп беруін берді. Құда-құдағай деп барын салыпты. Нартайдың оқ, жылан әпкелеріне де алтын сақина таққан анамды сондай аяп кеттім. Күйеуімді сүйгендіктен бәріне көніп жүре бердім. Тіпті қайын әпкелерім түк көрмегендей анамның артынан келген киімдерімді талап алып кетті. Енем мені әбден басып тастады. Бұрынғы тұйықталған өміріме қайта оралдым. Оқуымды әйтеуір ұрыс-керіспен оқып, әзер бітірдім. Диплом алғанда да анам байқұс қарызданып, ақша алып жібереді. Диплом алған соң жұмыс жасамай үйде бала туып отырып қалдым. Нартай болса менен жалығып, түнгі төсекті өзгенің құшағында өткізетін болды. Балаларым болғандықтан бұндай сатқындықты кешірдім деп өзімді жұбатып жүрдім. Өмір өте берді. Менен кейін бауырым мектепті бітіре сала, өзінің сыныптасына үйленді. Жүкті болып қалған ауылдың қызы, анамның қолы ұзарды деп қатты қуандым. Бәрі өз өмірін сүріп жатқан. Бірде суық хабар алдым. Қабыда әкемнен айырылып қалдық. Қан қысымы көтеріліп, бірден көз жұмған. Оған себепші үйдегі келінім екенін кеш білдім. Сол кезде білгенімде әттең шашын жұлып қолына беретін едім. Өзім қайынәпкелерімнің әбден қорлық көрдім. Сол үшін өз келінімді барынша сыйлап келген кезде сіңлімдей көріп жүрдім. Ата-анамды бағып отырған жан деп ойладым. Алайда сыйлағанды білмейтін санасыз келін болды. Санасыз келін болғаны былай тұрсын, арсыз еді. Інім сыртқа жұмыс жасауға кеткенде, көрші еркектің қойнында жататын байғұс әкем соны көріп қан қысымы көтеріліп, ана өмірге кете барды. Өзінің сондай опасыздығынан сабақ алмаған келінім, әкем қайтқалы байғұс анама күн көрмеген. Інім болса, әйелінің айтқанынан шықпайтын сорлы еді. Тіпті ауылға аты шыққан әйелін әлі сүйеді. Қартайған анасын қорғаудың орнына балаларымен әйелін алып қалаға көшіп кетті. Анам қара шаңырақта жалғыз қалды. Кейіннен немерелерін сағынып, қалаға барса арсыз келіні анамды ұрып итеріп жіберген. Бір аяғы сынып емханада біраз жатты. Ол кезде анам маған жалған айтқанын кейіннен білдім. Сен кәрі қақпастан құтыла алмадым тегі. Ана шалдан әзер құтылып едім. Сумаңдап мені аңдығандарыңды, басқа тірліктерің жоқ па сендердің деп төбеле шығарған келінім. Сол кезде де үйінде бөтен еркектің дауысын естіген анамды есігінен кіргізбей қойған. Біраз уақыт анам сөйлеуден қалды. Өзі де сөзге жоқ адам. Емханадан шыққан соң жалғыз өзі ауылда тұрып жатты. Бір-екі күн қасында болдым. Енемнен естімеген сөзім қалмай, бәрінен шаршаған мен 4 баламен ажырасқым келіп, ұрыс шығарып едім. Балаларымды енем бағып өсірген соң, олар менен бас тартып, кетсең өзің кете бер, біз әжеміздің қасында қаламыз дегенде, жүрегімнің сыздағанын-ай. Анама жылап келдім. Қартайғанда жалғыз қалған анам, менің отбасымды бұзғысы келмей, көзіне жас алып, балаларымды еш уақытта тастама, ертең үйіңе қайт, мені қашанғы өмір сүреді дейсің. Екеуміз ұзақ құшақтасып жыладық. Әріден анамның қасына кеткім келмеген еді. Анам мені үйден кетіруге асықты. Қызым-ау, ертең балаларың өмір бойы кешірмей өтеді. Отбасыңа орал. Нартай ішпесе, ұрмаса ажыраспа. Түбі отбасына оралатын еркек қой. Анамның ақылымен басым салбырап үйіме келдім. Енем сол баяғы ұрысы. Біраз жыл көндім, үйде отырдым. Енді анам үшін жұмыс жасау керекпін деп жұмыссыздыққа барып тіркелдім.
Болса да аяғыма оратылып жатқан балаларым жоқ. Бұл қылығыма екі қайын әпкем келіп, мені ұрғысы келген. Бойыма батылдық жинап, егер қолдарыңның ұшы тисін, үстеріңнен арыз жазамын деп қорқыттым. Бұрын ұратын екеуі жабылып, бұл жолы ұра алмай ауыздарына келген құсып кетті. Көп ұзамай жолым болып, 6 айға жұмыссыздықтың атынан мектепке мұғалім болып жұмыс істей бастадым. Солай күндерім өтіп жатты. Аяқ астынан телефоным шыр ете қалды. Анам екен. Сәлем бердік, мама, қалайсыз, амансыз ба? Бақытты бол қызым, саған бірдеңе айтайын деп. Мен отбасы құрдым. Енді ауылда тұрмаймын, қалада тұрамын. Мына адресте тұрамын деп, анам адресін айтып жатты. Таң қалып, не дерімді білмей қатып, сөйлей алмай есеңгіреп қалдым. Қартайғанда анам тұрмысқа шыққанын, енем естісе қалай қорлайтынын ойлап, өзімді қоярға жер таппай тұрмын. Әзер өзіме келіп, анамның мекен жайына бардым. Жүзі жылы қарт кісі күтіп алды. Өгей әкем екен, анам екеуі ғана тұрады екен. Даңғарадай үлкен үйде. Бұл қартпен емханада танысып, сол кезде бір отбасы болудың ойлаған екен. Қарттың балалары шетелде тұрады. Өзек қара шаңырағын тастағысы келмей, бірнеше жыл бойы жалғыз тұрыпты. Анамнан сұрап жатырмын, қартайғанда бұның не? Өзім қараймын ғой, саған мама. Бірге тұр десеңдер тұратын едім деп, үсті-үстіне сұрақтарымды жаудырып жатырмын. Анам осы күнге дейін барлық қиыншылыққа шыдап келгенін, арсыз келіннің істегендерін айтып, бар сырын айтып жылап алдық. Анама бақыт тілеп, ашумен інімнің үйіне бардым. Алғаш рет біреуді ұрғаным сол болар. Келінімнің түгін қоймай ұрысып, шашын жұлып төбелестік. Інім әзер айырып, одан кейін інімен мүлдем араласпадым. Бәрінен де анам екінші некесінде өте бақытты. Қашан барсаң да екінші әкем анамды сыйлап, жүзіне күлкі үйіріліп отырады. Аллаға шүкір, мұндай анамның бақытты жүзі менде бақытты етеді.